Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге телеграмнан қалай канал ашамыз, сол жайлы айтатын боламын. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп, подписка жасап қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген осы Қытай сайттарымен, Telegram, TikTok, Instagramның барлық қыр-сырларымен бөлісетін боламын. Ендеше сабағымызға кірісейік. Видеоны соңына дейін қараңыз, түсінікті болуы үшін. Ендеше телеграмға каналға кіреміз, және мына жоғарыда оң жақта тұрған значок тұр, ручкамен парақ тұрған. Соның үстін басам. Басқан кезде мына жерде создать канал деп тұр. Үшінші қатарда. Осының үстін басам. Мына жерде создать канал деп тұр. Тағы соң басам. Енді каналдың атын жазасыздар. Сіздерге кеңес беретін едім, егерде телефондарыңыздың памяті толып, немесе суреттерді қайда сақтауларыңыз үшін де жоғалып кетпейтіндей, осындай частный канал ашасыздар, қазір түсіндіретін боламын. Енді мен өзім алдында осы Pinduoduo, басқа да курстарды оқытқан болатынмын. Осы телеграм каналда, ол каналға, мысалға, мен сілтемесін жіберген адамдар ғана кіре алады да. Яғни курсты сатып алған адамдар. Енді мына жерге курс деп жазылайын для себя. Енді описаниесіне курс не жайлы, курста не үйренеді, пайдалы ақпарат деп айтайын. Далее деп басам. Енді маған мына жерде публичная и частная деп тұр. Мен частная деймін. Себебі мен ссылкасын берген адамдар ғана кіре алатындай, екінің бірі кіре алмайды, тек ақшасы төлеп кірген адамдар ғана кіре алатындай еді. Енді далее деп тұр жоғарыда. Осының үстін басам. Енді маған ешқандай адамдар керек емес. Дальше тағы да далее деп басам. Маған курс автоматты түрде ашылды. Бұл жерде ешқандай адам сіздің суреттеріңізді болмаса видеоларыңызды салған запись экранға түсіре алмайды. Түсірсе де қап-қара болып тұрады видео. Мына жерде изменить дегенді бассаңыздар, мына жерге выбрать фотография деп тұр. Осы жерге сурет қоя аласыздар. Мына жерге курстың атын өзгерте аласыздар, яғни атауын. Тип канал деп тұр. Сіз егерде каналды публичный етіп өзгерткіңіз келсе, осы жерден өзгерте аласыз. Мына жерде пригласительные ссылки деп тұр. Осы жерден ссылкасын алып адамдарға жібересіз. Мына жерде өздеріңізге түсінікті деп ойлаймын. Егерде каналды удалить ететін болсаңыздар, мына жерде төменге қарай түссеңіздер, удалить канал деп тұр. Осының үстін басып, каналды удаленка жасай аласыздар. Телеграмнан қалай группа ашамыз? Тағы да біз жоғарыда тұрған, оң жақта тұрған значокты басамыз, ручкамен тұрған. Енді мына жерде создать группу деп тұр. Осының үстін басам. Енді кез келген бір адамды таңдап, немесе таңдамасаңыздар да болады. Яғни мына жоғарыда тұр, 0-ден 200 мыңға дейін. Яғни 200 мыңға дейін рұқсат етіледі екен группаға адам саны. Енді название группы деп тұр. Группаның атауын жазасыздар. Тағы да мен курс для себя. Курс. Енді автоудаленные сообщения деп тұр. Бұл керек емес. Енді тағы да жоғарыда создать деген басам. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде вы создали группу деп тұр. Осы жерде информация тұр. Оқып керектерін аласыздар. Енді мына курс дегенді басам үстін. Енді мына жерде видео чат деп тұр. Еще нақта тұр, егер сіздер сообщениені өшіретін болсаңыздар, удалить переписку деп тұр. Осының үстін бассаңыздар, тек сізде ғана өшіретін болса, удалить у меня дейсіздер. Полный группадағы сообщение удалить ету үшін удалить у всех деген бар. Соны басасыздар. Тағы да мына жерде изменить деп тұр. Енді тип группа деп тұр. Енді мына жерде публичный деп қояйын. И запретить копирование деп тұр. Яғни, осы группада бір нәрсені сілтемесін копировать етуге сіз запретить қоясыз. Осыны оң жаққа қарай жылжытып запретить етіп қоя аласыз.
енді тағы да шығайын. И дальше мына жерде история чата деп тұр. Видно, болмаса скрыто, екеуін біреуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша және разрешение деп тұр. Мына жерде осы группаның ішіндегі адамдар сообщение жіберуге бола ма, болмай ма, және сурет, видеоны қалай солай. Енді осыны керек болса өшіресіздер, болмаса қосасыздар деген сияқты. Мысал ретінде көрсетейін. Мына жерде отправка сообщение деп тұр. Мен осыны қосайын. И мына жерде отправка фото и видео 9/9 деп тұр. Яғни мен мысалға бір микрорайонды алайын. Жалпы өзімнің үй жақынымда Асыларман деген микрорайон бар. Мысал ретінде көрсетейін. Назад деп басайын. Мына жерде Асыларман деген микрорайон тұр. И мына жерде мен записті басайын десем, уже бұл Асыларман деген группаның админі запретить етіп қойған, яғни наяқта аудиозапис жіберуге. Дәл осы жерде мен бағана ашқан группама кірем, тағы да курс дегенді басам, и изменить деп тұр. Осы жерді басқанда, мына жерде разрешениені қайттан басам, и жаңа отправка фото и видео деп тұр. Соның үстін басайын. Мына жерде жаңағы мен запись жібере алмадым ғой. Соны қалай? Дауыс деп тұр. Голосовых сообщение. Осыны өшірсем, мен де мына жерге сообщение уже мен ғана жіберем да, ал басқа адамдар жібере алмайды. Видео пайдалы болса, таныстарың және бөлісе кетіңіздер. Менің видеом, каждый видеом өте құнды, пайдалы ақпараттардан тұрады. Жаңағы көрсеткен телеграм каналдағы частный канал немесе группа өздеріңіздің курстарыңызды сатуға да өте удобно, себебі сіз ғана, чтоб ссылкасын жіберген адам ғана кіре алатындай, яғни курс саттыңыз, ақшасы төленді, тек сол адам ғана кіре алатындай мүмкіндік. Бұл телеграм каналдан сіздің видеоңызды ешкім ұрлай алмайды, себебі сіздің ашқан каналыңыз частный. Және де комментарий бөліміне сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Міндетті түрде лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет.